Мақсатында бізде көрген көзді адамды тәрбиелейді. Иә, сол себепті қазақ ойындарынан да каталог. Және мынау енді әсіресе ерекше Қайрат сізге қымбат Абдилдина апайдан үлкен сәлемдеме. Бұл кісіні 2 жыл болды маған айтып жүр, ешірікке Мәскеуге болып тұрасың ғой, жеткізші. Өйткені осы 7-8 жыл бойы Ресейде подпискаға жазып, қазақ басылымнан тек қана әйгілік журнал бар. Мысалы, почта арқылы газеттер келеді ғой. Ресейдің миллион қазағы Қазақстана подпискаға тек қана әйгілік журналды салады. Сен жаңа Ресейдің адамдарымен жұмыс істегенде, өлкелермен жүргенде, былтыр мен бұл кісіге де айтып интернетке жазғыздым, бірақ бәрібір де реклама жарнаманы әлі қажет етеді деп ойлаймын. Нақты білетін адамдарға, керек қылатын адамдарға жеткізе білу керек. Өзім сол Республика Алтайдан болғандықтан, Республика Алтайдан биыл 10-15 журналға жаздырттым. Қазақстаннан 10-15 журнал алып тұрады. Соны енді Мәскеуде де жасаса. Бұл енді шын мәнінде нағыз тілді одан ары дамытатын, жүргіздіретін, қазір қазақ санасы оянып жатқан қазақтар өте көп. Мысалы, Самарадан, Оренбургтан, тағы басқа жақтан Қазақстанға, Алматыға, Астанаға оқуға өте көп адамдар ағылып келіп жатыр. Сола Қытай, Монголиясы басқа болмасын. Сондықтан сізге өтініш, осыны жаздырту жолын ұйымдастырсаңыз.